Армысыздар. 24 кезет арнасында түйін бағдарламасы. Студияда мен Ания Байораз, біз бастаймыз. Осы аптада президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қытайға барды. Өйткені Тяньцзин қаласында Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммиті өтті. Ұйым тарихындағы ең ауқымды шараға 20-дан астам елдің басшылары мен 10 халықаралық ұйымның жетекшілері қатысты. Алқалы жиынның жаңалығы аз болған жоқ. Көптеген мәселелер тіпті бұрын тіс жармаған жайттарда осы саммитте айтылды. Шанхай ондығының табысы, болашағы сөз болған ортада тағы қандай мәселелер көтерілгені сөз етпес бұрын алдымен ұйымға қатысты қысқаша ақпарат. Бұл тұтас Еуразияның болашағын айқындайтын ұйым. 1996 жылы Шанхай бестігі болып құрылған ұйымға бүгінде 10 мемлекет мүшелік етіп, 14 ел серіктес болып отыр. Ішкі өңірлік сауда көлемі 650 миллиард доллардан асты. Ал Қазақстанмен тауар айналымы 70 миллиард долларға жуықтаған. Енді кім не деді, не ұсынды? Осы жолығы отырыста Қытай төрағасы жаһандық басқару бастамасын ұсынды. Басқа елдерді қақтығыстан бас тарту қағидатын ұстануға және үшінші тарапқа қарсы соғыс ашпауға шақырды. Ұйымға мүше елдер байыпты болу керек деді Си мырза. Ал Қасым-Жомарт Тоқаев Біріккен ұлттар ұйымын реформалаудың қажет екенін тағы бір мәрте мәлімдеді. Тұрақсыздық тезінен жапа шеккен елдің бірі Үндістан. Сол үшін Нарендра Моди де мемлекет басшысының мәлімдемесін қуаттады. Ал құжаттарға келсек, Тяньцзин декларациясынан бастау керек. Мемлекет басшылары құжатты қабылдай отыра, Шанхай ынтымақтастық ұйымы даму банкін құруға және қаржы институтының жұмыс істеуіне қатысты консультацияларды жандандыруға уағдаласты. Демек, енді ұйымның жеке банкі болады. Бұл инвестицияларды біріздендіріп, экономикаға серпіліс берері анық. Осы ретте, мемлекет басшысы инвестициялық жобаларды сүйемелдейтін Шанхай ынтымақтастық ұйымы кеңсесін құруды ұсынды. Дүние жүзілік сауда ұйымын қолдау жөнінде құжатқа қол қойғанын да айта кету керек. Қасым-Жомарт Тоқаев ұйымға мүше елдер жасанды интеллект бойынша әлемде көш бастай алатынын мәлімдеді. 2033 жылға қарай бұл нарықтың көлемі 5 триллион долларға жетіп, әлемдік технология индустриясындағы үлесі 30%-ға дейін ұлғаяды. Демек, бұл табыстың жаңа көзіне айналуы мүмкін. Укрепление стратегического партнерства. Басқа стратегиялық бағыттарға қарағанда аталған саланың дамуы өте жылдан. Жасанды интеллектіні қарқынды дамытуда Шанхай ынтымақтастық ұйымы әлемде көш бастай алады деп есептеймін. Сондықтан Қытайдың жасанды интеллект саласындағы ынтымақтастық бойынша жаһандық ұйым құру туралы ұсынысын толық қолдаймыз. Мұндай өте маңызды іске қомақты үлес қосуға дайынбыз. Қасым-Жомарт Тоқаевтың тағы бір ұсынысы Қазақстанда су мәселелерін зерттеу орталығын ашу болды. Мұхитқа шығатын елдердің мұртын балта шаппайды деген байлам ауыса бастағандай. Қазір керісінше құрлықтық инфрақұрылымға қызығушылығы артып барады. Қазақстан теңізге шалмайтын әлемдегі 32 елдің қатарында болса да, тасымалдан тыс қалып отырған жоқ. Қайта құрғақ теңіз атты шарттатумен ұтымды келісім шарт жасасып отыр. Мысалы, Қытай мен Еуропа жүгі еліміз арқылы жөнелтіледі. Дәліз ретінде ортада кенелетін олжасы да көлемді. Енді тіпті арадағы тауар айналымы 5 есе артпақ. Қасым-Жомарт Тоқаев Қытайда өткен іскерлік кеңестің 8-ші отырысында осындай қолайлы жағдайлар туралы айтты. Ауыл шаруашылығы, энергетика, мұнай газ салалары да тыңнан түрен салуға сұранып тұрғанын жеткізді. Инвесторлар елге келсе, игілігін бірге көретінімізді нақты жобалармен түсіндірді. Жиындағы 500-ден аса бизнесмен мұны жылы қабылдағандай. Ал үлкен келісім шарттар кіші ілтипаттан басталатынын ұмытпаған жөн. Қытай мен Еуропа арасында құрлық арқылы тасымалданатын жүктің 85%-ы Қазақстан арқылы өтеді. Биыл Достық Мойынты темір жолының екінші желісі іске қосылған соң жүк өткізу мүмкіндігі артады. Одан бөлек Транскаспий халықаралық көлік бағдарының әлеуеті орасан. Былтыр осы бағыт бойынша 4,5 миллион тонна жүк өткізілді. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 62%-ға артық. Бұдан бөлек Қытай компаниялары салған инвестиция көлемі де артып келеді. Іскерлік кеңес кезінде қосымша келісімдер жасалды. Осы отырыстың аясында Абай облысында және Қытай мемлекетінің Хинсуа индустрия компаниясымен арнайы меморандумға тұрғын үй құрылысын жүргізу үшін меморандумға қол қою рәсімдері өтетін болады. 200 миллион долларға осы Семей қаласындағы жаңа іскерлік орталығында
тұрғын үйдің құрылысын жүргізетін болады. Жалпы Қытай Қазақстан экономикасына 27 миллиард доллар инвестиция салған. Бұл ықпалдастық жылдан жылға артып келеді. Біздің елде Қытай капиталы бар 6 мыңнан астам кәсіпорын жұмыс істеп жатыр. Қазір қытайлық компаниялардың Қазақстанның бизнес климатына деген сенім артқан. Қазақстан инвестиция салуға өте қолайлы мемлекет. Үкіметтің қолдауы сенімді жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Біздің компания қазірдің өзінде бірнеше жобаны жүзеге асырып жатыр. Алдағы уақытта инвестиция көлемін ұлғайтамыз. Іскерлік кеңес аясында алғашқы құжатқа қол қойылды. Энергетикалық ынтымақтастыққа да ерекше мән беріліп отыр. Әсіресе жасыл энергетикаға. Қазір қытайлық компаниялар біздің елдің аумағында күннен судан, желден қуат өндіретін жобаларды жүзеге асыруда. Елдегі тұрақтылық пен қолдауды сезінген қытайлықтар станциялардың қосалқы бөлшектерін шығаратын зауыттарын салып, заманауи үлгідегі технологиясымен бөлісе бастады. Президентіміздің қатысуымен Жамбыл облысында Шу қаласының қасындағы жел энергетика саласындағы құрал жабдықтарды құрастыратын зауытты техникалық түрде қостық. Бұл жоба өте маңызды. Декарбонизация стратегиясы бойынша жел энергетикасын дамыту жоспарланған. Сондықтан қазіргі жобалардың барлығы сол құрал жабдықтарға мұқтаж. Сондықтан біз сол құрал жабдықтарды қазақстандық жел энергетика саласындағы жобаларға жеткізетін боламыз. Екі жақты отырыстың қорытындысы бойынша жалпы құны 15 миллиард ақш долларынан асатын 70 құжатқа қол қойылды. Бұл осыған дейін ұйымдастырылған іскерлік кеңестерде жасалған келісімдерден 3 есе көп көрсеткіш. Қазақстанда инвестициялық тартымдылық артып келеді. Руслан Бақытбекұлы, Мадияр Ерсайын, Түйін. 1886 жылы немістер ат арбаның орнын темір тұлпармен ауыстырғанда күллі адамзат бас шайқаған еді. Өкінішке қарай нарыққа төңкеріс жасаған Отто цикл атты термин қазақ жеріне кеш жетті. Бірақ ғылым бір орында тұрмайды. Енді сол темір тұлпар тізгінсіз кеткелі тұр. Әлем жаппай автопилотты сынақтан өткізіп жатыр. Бұл ұлы ғылым көшіне үлесудің тағы бір мүмкіндігі. Осы ретте жауаптылар келесі жылы елге жүргізушісіз басқарылатын көліктер әкелмек. Оған Қытай көмектеседі. Президент сапарында осы мәселені де пысықтап қайтты. Шығыстағы көршінің тауарын көрдік, ал технологиясы қандай болады? Қытай жаһандық көшбасшы мемлекет әрі Қазақстанның сауда саласындағы басты серіктесі. Оның үстіне Бейжің ел экономикасына 27 миллиард доллар инвестиция қойған. Кейінгі уақытта алыс-беріс тауардан технологияға ойыса бастады. Яғни шығыстағы көршілер өнер табысының қыр-сырын ашуда. Қытайда Лубань атты зертхана бар. Ол жерде жастарға жоғары технологияларды ұршықша үйретуді үйретеді. Сол мамандар инженерияның иінін тауып, робототехника мен смарт технология саласында көш бастады. Нәтижесінде қазір Бейжің көшелерінде жүргізушісіз таксилер сынақтан өткізіліп жатыр. Яғни жолаушыны діттеген жеріне жасанды интеллект жеткізеді. 2 жыл бұрын алыстан аттай қалып, осы оқу орнын Өскеменде салған еді. Қазір 500-ден аса студенті бар. Ғылымның ғажабы қазақстандықтарды көп күттірмеді. Маман мәселесін шешкен шенеуніктер енді елордаға автопилотты көліктер әкелуге көшті. Қазір оларға арнайы көше бөлу мәселесі қарастырылып жатыр. Пилоттық жоба келесі жылы басталады. Міне, бір ғана Лубань зертханасы елдегі технологиялық үдерісті осылай түрлендіріп жіберді. Енді елестетіп көріңіз. Президент сапар аясында Қытай тарапын тағы 2 зертхана ашуға келістірді. Лубаньға қызыққан қауым көп. Қытайды қолқалап зертхананың кілтін 30-ға жуық ел сұраған. Бұл шығыстағы көршіге ұнамады. Сосын бір елге бір ғана зертхана саламыз деген қатаң қағидаға көшті. Алайда Бейжің біз үшін ұстанымдарынан бас тартуға дайын екен. Осылайша Қазақстан 3 зертхана салған алғашқы елге айналды. Біріншісі Евразия ұлттық университетінің негізінде Астанада ашылды. Бұл жолы бұл жасанды интеллект, дрон технологиялар және автопилоттық технологияларды енгізуге ашылған орталық. Екінші орталық Алматыда Тынышпаев атындағы көлік және тасымалдау академияның негізінде. Бұл жерде темір жол, тасымалдау, логистика саласында ақылды технологияларды енгізуге бағытталған. Жалпы есептегенде 9 миллион долларға жуық инвестиция құйылады. Тың технологияны түгендедік. Ал индустриядан үлесіміз бар ма? Қытай көлік сатудан алдына жан салмайды. Былтыр 30 миллионнан аса техника сатып, әлемде көш бастады. Әсіресе электромобильдері өтімді. Алдағы 10 жылдықта позициясын одан сайын нығайтатын түрі бар. Осы ретте серіктес ел сертификация мәртебесін бізге сеніп тапсырды. Демек, аймаққа келетін барлық автомобильдердің құжаттандыру кілті біздің еншімізде болады.
Great Wall Motors компаниясымен бірігіп, біз сертификациялау орталығын ашудамыз. Бұл орталық қазіргі таңда керекті мамандарды оқытып және сертификаттауға арналған. Осы қыркүйекте мамандарды Қытай мемлекетіне жіберіп, тағылымадан өтіп, сертификациядан өтіп келеді. Құжаттандыру ғана емес, өндірісте келе бастадым. Жуырда Алматыда автокөлік өндіретін мультибрендті кәсіпорын іске қосылды. Сөйтіп, ол жыл сайын Черри, Чанган сынды 120 мың көлік шығарады. Шығыстан келген Ақжолдай ақпар мұнымен шектелмейді. Әлеуетті жобаның бірін Қасым-Жомарт Тоқаев жариялады. Сонымен қатар Алматыда электробус шығаратын BYD компаниясының зауыты іске қосылмақ. Бұл жобалар Қазақстанның экономикасын әртараптандыруға жол ашады. Сондай-ақ еліміздің экспорттық қуатын арттыруға мол мүмкіндік береді. Жалпы осындай компаниялар және мысалдар көп. Олардың барлығын атап өтуге ұзақ уақыт керек болады. Міне, бір ғана көлік бағытында осынша келіссөзге қол жетті. Бұл нарық әлемдегі ең ірі индустрияның бірі. Былтыр көлемі шамамен 4 триллион долларға жетті. 10 жылдан кейін 7,5 триллион долларға жетеді деп күтілуде. Демек, осы бағыттағы байланысты жандандыра білсек, әлгі қыруар қаржының бір бөлігі біздің қалтамызға түседі деуге толық негіз бар. Қытайдан Бекзат Аманов, Марат Тиханбаев, Бақытбек Нұртаев, Түйін. Қытайда болған екі жақты инвестициялық келіссөздер нәтижесі туралы айту үшін бүгін студиямызға Қазақ Инвест ұлттық компаниясының басқарма төрағасының міндетін атқарушы Айбол Арғынғазинов мырзаны шақырдық. Айбол мырза, студиямызға қош келдіңіз. Өзіңіз де делегация құрамында болдыңыз, іскерлік кеңестің нәтижелерін көрдік, және ең бастысы 15 миллиард доллардан асатын 70-тен аса коммерциялық жоба мақұлданыпты. Қандай компаниялармен келісімге келдіңіздер және ең бастысы алпауыттар бар ма? Бар болса қай салада? Өте орында айтып кеттіңіз. Мемлекет басшысының Қытай Халық Республикасына ресми сапар аясында өткен Қазақстан-Қытай іскерлік кеңесінің 8-ші отырысы нәтижелі өтті деп айтуға болады. Оның барысында құны 15,5 миллиардты құрайтын 70-тен астам келісімге қол қойылды. Оның ішінде 18 келісімге мемлекет басшысының қатысуымен қол қойылды. Ірі әрине алпауыт компаниялар арасында бар. Оның ішінде гидроаккумуляциялық электр станциясын салу бойынша құны 2,5 миллиард ақш долларын құрайтын China Southern Power Grid компаниясымен, CRRC компаниясымен темір жол жабдықтарын шығару бойынша құны 1 миллиардтан асатын инвестициялық жоба. Сонымен бірге BYD компаниясымен Алматы қаласында электрлік автобус шығару бойынша жоба. Және Қытайдың алпауыт компанияларының бірі City Construction қазіргі кезде Қытай мен Қазақстанның шекарасында агро-өнеркәсіп кешенін дамыту бойынша құны 1,5 миллиард ақш долларын құрайтын жобаға қол қойылды. Оның бәрі әрине Қазақстанның экономикасын дамытуға, оны әртараптандыруға, жаңа жұмыс орындарын құруға ықпал ететіні сөзсіз. Енді Қытай бізге не үшін қызығады деген сауал бұл күндері көп айтылды. Бұл әрине түсінікті. Себебі шекаралас мемлекет, одан кейін логистикалық тұрғыдан біз аспан асты еліне өте тиімдіміз, жер асты қазба байлықтары бар дегенде. Дегенмен де осы Қытайдың Қазақстандағы ірі жобалары туралы нақтырақ айтып кетсеңіз, және біздің халыққа оның пайдасы қандай? Қазіргі кезде өзіңіз өте дұрыс айтып кеттіңіз. 200-ден астам қытайлық капиталдың қатысуымен инвестициялық жобалар іске асырылуда. 60-тан астам жаңа инвестициялық жобалар пысықталу үстінде. Бұл жердегі ең негізгі атап өтетін мәселе Қазақстан мен Қытайдың географиялық жақындығы. Қазақстанның Еуразияның кіндігінде логистикалық өте пайдалы орналасуы, сонымен бірге екі елдің арасындағы экономикалық байланыстардың, саяси байланыстардың кеңеюі және жаңа деңгейге шығуы. Қытай халқында өте үлкен философияға мән беріледі. Қазіргі таңда олар Қазақстанмен жалпы қарым-қатынаста стратегиялық деңгейде бағалап, барлық кезеңде барлық ауа райының өзгерісіне қандай өзгерістерге байланысты болмасын, қарым-қатынастың жоғары қарқынын сақтауға баса мән беріп отыр. Қазіргі таңда іске асырылып жатқан инвестициялық жобаларға келетін болсақ, қазіргі жобалардың ең басты ерекшелігі ол біздің экономикадағы өңдеу өнеркәсібін дамытуға бағытталған жобалар екенін баса атап өткім келеді. Өйткені өңдеу өнеркәсібін дамыту арқылы біз өндірістің жаңа деңгейлерін, жаңа бөліністерін іске қосамыз, сапалы жұмыс орындарын ашамыз. Бұл инвестициялық жобалар сайып келгенде бізде 50 мыңнан астам жаңа жұмыс орындарын құруға мүмкіндік береді. Екіншіден
екіншіден белгілі бір инвестициялық жобаларды іске асыру барысында экономиканың басқа да қосалқы салаларының дамуына ықпал етеді. Мәселен, сіз белгілі бір өндірісті өнеркәсіп орнын ашсаңыз, сол өңірдің, сол төңіректің логистикасына мән бересіз. Басқа өзіңізге қажетті жабдықтарды сатып алуға мән бересіз. Осы жерде біздің қазақстандық кәсіпкерлердің де өнімін өткізетін жаңа кеңістік ашылады деп айтуға болады. Қазіргі кездегі жобалардың арасында Жамбыл облысындағы Болат қорытуды қамтитын жобаны, сондай-ақ жүгеріні терең өңдеуге бағытталған Фуфен компаниясының жобасын, Естқоп, Павлодар және Қостанай облыстарындағы металлургия өнімдерін терең өңдейтін жобаларды ерекше атап кетуге болады. Енді кем дегенде 50 мыңға жуық жұмыс орны ашылады дедіңіз. Осы ретте еңбек нарығын сөзге міндетті түрде тілге тиек ету керек деп ойлаймын. Бұл жұмыс орындарына қай елдің азаматтары көптеп тартылады, және де бұл жобаларды іске асырылған кезде біздің елде сол мамандықты игерген азаматтар бар ма? Әлде оларды оқытып, үйретіп, тәжірибе жинау керек па? Әрине, бірінші кезекте Қазақстанның азаматтары еңбекпен қамтылатын болады. Өзіңіз білесіз, біздің еңбек нарығы ол тұрғыдан қорғалған, барлық еңбек қатынастары реттелген, шет мемлекеттің жұмыс күшін тарту үшін біздің еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі белгілі бір квоталарды бөледі. Сол квотаның деңгейінде ғана еңбек күшін тартуға басымдық беріледі. Сонымен бірге инвестициялық жобаларды іске асыру барысында мемлекет кез келген инвестордың алдына міндеттемелерді қояды. Ол міндеттемелердің ең негізгілерінің ішінде кадрларды дайындау, отандық кадрларға баса мән беру, оларда оқыту, дайындықтан немесе қайта даярлаудан өткізу мәселесіне жіті мән беріледі. Сондықтан да бұл ретте еңбек нарығында біздің қазақстандық азаматтар тысқары қалатынына ешқандай негіз жоқ. Енді былтыр президент бизнес ахуалды жақсарту жөнінде нақты тапсырма берген болатын. Инвестициялық климатты жақсартуда қандай өзгерістер енгізіліп жатыр? Инвестициялық қазіргі біздің еліміздегі ахуалды жақсы деп айтуға болады. Өйткені Біріккен ұлттар ұйымының СКАТА халықаралық ұйымының рейтингінде жалпы орталық Азия елдерінің ішіндегі инвестициялардың, тартылған инвестициялардың 65%-дан астамы Қазақстанның үлесіне тиесілі. Сондай-ақ қазіргі кезде біздің үкіметтің жанында тұрақты түрде инвестициялық штаб жұмыс істейді. Ол инвестициялық штабтың ең негізгі функциясы инвестициялық жобаларды іске асыру барысында туындаған қандай да бір олқылықтардың орнын алу, заңнамалық өзгерістерді қамтамасыз ету, инвесторлардың құқықтарын қорғау, сондай-ақ біздің отандық экономиканың да есесін жібермеу болып табылады. Осы бағытта жұмыс атқарылып жатыр. Сонымен бірге ұлттық цифрлық инвестициялық платформа іске қосылды. Оның ішінде 1000-нан астам инвестициялық жобалардың кез келген инвестордың ниет білдірген сәтінен бастап сол жобаны іске қосқанға дейінгі барлық кезең-кезеңмен мониторинг жүргізіліп, инвестициялық жобалардың жай-күйіне талдау жасалатын болады. Тағы да бір айта кететін жайт, прокурорлық сүзгі механизмі қазіргі кезде құқық қорғау органдарда инвесторлардың заңды құқықтары мен міндеттерін қорғауға белсене қатысып, біздің еліміздің инвестициялық блогы мен сыртқы саяси ведомствосымен бірге белсенді жұмыс жүргізуде. Енді бізге инвестор тек қана Қытайдан ғана келмейді. Осы инвестиция тарту қарқынына тоқталайықшы. Бізге кімдер келуге ниетті және ең бастысы біз инвесторларға не ұсынамыз? Әрине, қазіргі уақытта бүкіл әлемдік экономикада, әлемнің экономиканың барлығы ашық экономикалар. Тағы бір айта кететін жайт, инвестиция үшін күрес жалпы әлемде күшейіп келе жатыр. Ол өйткені сапалы инвестиция кез келген экономиканың құрылымын өзгертуге, кез келген экономикаға жаңа бір сапалы өнім шығаруға ықпал етуге мүмкіндік береді. Қазіргі кезде айтатын болсақ, әрине, қытайлық инвесторлардың қызығушылығы өте жоғары. Сонымен бірге ол біздің инвесторлық портфеліміз тек қытайлық инвесторлардан тұрады деген қате болады. Оның ішінде еуропалық мемлекеттердің өкілдері, Германия, Франция мемлекеттерін атап өтуге болады. Сонымен бірге Қатар мемлекетін айтуға болады. Біздің араб әлеміндегі ең үлкен инвесторларымыздың бірі деп айтуға болады. Жалпы айтқан кезде, қазіргі кезде Қазақстанның қызығушылық танытқан елдердің картасы әртараптанған деп айтуға болады. Әлемнің барлық түкпірінен Қазақстанда белгілі бір инвестицияларды іске асыруға қызығушылық жоғары. Неліктен қазіргі кезде өзіңіз білесіз, әлемдегі геосаяси жағдайдың күрделенуіне байланысты жаңа логистикалық маршруттарды, жаңа өткізу маршруттарын, жаңа көлік дәліздерін бүкіл әлем болып іздеуге мәжбүр болып отыр. Осы ретте Қазақстанның
саяси ұстанымы, экономикалық тұрақтылығы, инвестициялар саласындағы заңнаманың тұрақтылығы, ахуалдың жақсылығы, сонымен бірге орталық Азия арқылы, кез келген Қытай арқылы, оңтүстік шығыс Азияға, болмаса Каспий теңізі арқылы, Иран арқылы, араб мемлекеттеріне, Ресейге, европалық мемлекеттерге, Грузия, Әзербайжан арқылы Қара теңізге шығу мүмкіндіктері, басқа да үлкен логистикалық мүмкіндіктерін қамтығандықтан Қазақстанға инвестициялық жобаларға іске асыруға қызығушылық жоғары деп айтуға болады. Енді бағана айтып кеткендей, президент нақты тапсырма берді, және осы инвестиция тарту бойынша межені орындай алдық па? Қазіргі кезде мемлекет басшысының тапсырмасы іске асырылуда. Бірінші кезекте әрине инвесторларды тартудың негізгі тәсілдері өзгерді. Ол таргеттелген, яғни сапалы инвестицияларды тарту. Ең бірінші мәселе. Екінші мәселе біздің Қазақстанның өңірлерінің әрқайсының бейініне қарай отырып, қазіргі кезде инвестицияларға сұраныс механизмі қолданысқа енгізілген. Яғни Қазақстанның кез келген өңірі қай салада өзінің әлеуетін жоғары деп санайды, сол салаға инвестиция тартуға сұраныс білдіреді. Соның негізінде Қазақ Инвест ұлттық компаниясы, оның шет мемлекеттерде өкілдері, Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі дипломатиялық өкілдіктерімен бірлесе отырып, инвесторларды іздеуге, оны Қазақстанға тартуға, сондай-ақ инвестициялық жобаларды іске асыруға, ол жоба іске асыру барысындағы кез келген мәселелерін шешуге, және жоба іске асып болғаннан кейін 3 жылдың ішінде постинвестициялық мониторинг жүргізу арқылы ол жобаның жалпы біздің ұлттық экономикамызға әсерін бағалауға дейінгі кешенді жұмысты қазір атқару үстінде. Айбол мырза, студиямызға келіп, сұрақтарымызға жауап бергеніңізге көп рахмет айтамын. Президенттің қойған тапсырмалар бойынша жұмыстарыңыз нәтижелі бола берсін, және шетелдік инвесторлармен серіктестік нығая берсін деген тілек қана. Қытай әлемдегі екінші ірі экономика, ал сатып алу қабілеті паритеті бойынша тіпті бірінші орынға шықты. Бейжің әлеуетті нарықтарды инвестициялауға бейім. Сондықтан тұтас жаһан айдаһардың ақшасын аңдып жүр. Президенттің осы жолғы сапары Қазақстанға 15 миллиард доллардан астам қаржы келді. Бұған екі ел арасында саяси һәм экономикалық шиеленістің жоқтығы ықпал етті. Президент пен төрағаның достығы да оң әсер бергені анық. Аптаның түйіні осындай. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.